Бүгінгі жалпы егер реваншты ары қарай сұраған кезде сіз ары қарай жалғастырар ма едіңіз? Жалғастырам, иә. Ешқандай не жоқ. Дайындық жасау керек ол үшін. Енді бұл кәдімгі соғыс майдан сияқты ғой. Бұл поезды сақтап қалу сіз үшін нені білдіреді? Осы сізде қалған? Енді бокста жүрген бір үлкен бір тәжірибе дәреженің біреуі ғой. Дәрежемді сақтап қалдым деп ойлаймын, рейтингте орында. Қанша уақыт дайындалдыңыз бұл жекпе-жекке? Бұл жекпе-жекке 2 ай болмады, 1 жарым ай, 1 ай сондай ғана уақыт болды. Өйткені біздің Қазақстанда негізі таза профессионал коуч, жаңағы тренер жоқ, мысалға кәдімгі салмақ қуу жағынан болсын, жаңағы физикалық жақтан тұрғыдан болсын, диеталық жағынан болсын, барлығын ешқандай бізде ешқандай профессионал істеп жатқан адам да жоқ та. Сондықтан бізге бұндай бір маман керек. Ал бұлар кәдімгідей ол жақта бокс дамыған. Біз сияқты емес, біз интернеттен қараймыз, елден сұраймыз, мынау қалай, анау қалай, витамин іздеп сұраймыз мысалға. Ал бізде маман жоқ. Жанкүйерлеріме, жалпы қазақ бауырларыма өте ризамын. Біріншіден бізде қазақтың боксы даму керек, алға ілгерлеу керек, бұлай тұруға болмайды. Біз характеріміз, біз мінезіміз деуге болмайды. Бізге қайту керек, алға қарай жұмыс жасау керек. Тек қана өзімізбен күресуіміз керек. Мен өзім жетем, өзім шығам демес, бір команда, конкретный команда болу керек, мықты промотор болу керек. Бізде менде мықты промотор бар, бірақ мықты команда дұрыстап орналастырып, өзіміз түйіп соған шығуымыз керек. Міне, мынау бір мен жөнінен айтқанда, команда жөнінен айтқанда, промоушн жөнінен айтқанда, бұл бір сабақ. Бізге ғана емес, бүткіл спорт боксерлер сабақ деп ойлаймын. Енді мынау мықты соперник мен өзім кәдімгідей көрдім. Өмірімдегі 22 жекпе-жектің ішіндегі бірінші ең мықты соперник осы деп ойлаймын. Жаңағы лап ұстайтын да бөлек, кәдімгідей психологпен жұмыс жасайды олар. Кәдімгідей жұмыс жасайды. Ал бізде кім бар? Иә, бізде ешкім жоқ. Бізде сенің жанашырың ғана бар, қасындағы тренерің бар, ол базар жоқ жанашыр, бірақ білген істейді да. Жастарға тек қана айтамын, өзіңмен ғана жұмыс жаса, өзіңмен ғана күрес, өзіңе ғана сен, болды, бітті, өзіңді өзің алып шығасың. Басқа ешқандай бірдеңе деп айта алмаймын мен. Ертеңгі рингке шығатын өзің жалғыз сенсің, басқа ешкім шықпайды. Осы біздің РД промоушнның атынан сізге осындай бір үлкен құрмет ретінде, сый-сияпат ретінде осындай бір кішігірім сыйлығымызды алсаңыз. Рахмет көп. Бізде Қазақстанда осындай промоушндар көп болсын, жастарды кәдімгідей алға сүйреп жатыр, кәдімгі мүмкіндіктері болып жатыр. Үлкен мүмкіндік берді, сондықтан сол жауапкершілікті ала отырып, мықты дайындықпенен өзімізбен күресіп, кәдімгідей істеу керек деп ойлаймын. Рахмет сізге үлкен.